жылқыны қарнына қыстырып, түйені ерніне қыстырып, есекті құлағына қыстырып, қасқырды ат қып мініп, айт дегенде жүре берген ол не? Ғалым қыз серттен қалай таяр екен? Жұмбақтың жайы бізге аян екен. Әр түрлі жануардан үлес алған су жүрек мақұлығын қоян екен. Меккеден бір адам келді. Аузы бар, сөзі жоқ. Аяғы бар, ізі жоқ. Күніне қалжаға 2 қойдың етін жейді. Бұл кім? Меккеден келетін адам сәби. Себебі ана дүниеден Құдай әлемінен келеді. Аузы бар, бірақ сөйлей алмайды. Аяғы бар, бірақ жүре алмайды. Қалжаға жейтін 2 қой анасының қос омырауы бұлар. Күніне алма кезек емеді. Алыстан бір нәрсе көрдім. Орнымнан тұрып қарадым. Ой жүгіртіп барладым. Бір 5 қара келе жатыр. 8 аяқ. 4-еуі көтерет бірін аяп. Құдайым еске түсіп, сол сәтінде қасына қырындап келдім таяп. Санасам 5-еуінің тырнағы 100. Біреуінен түспейді құмға бір із. Көңіліне қарасам, жаз емес, күз. Жүректері от емес, бейне бір мұз. Бұл осындай сыр болды. Жұмбақты шешу мұң болды. Бұл сонда не болды? Мен білсем, бұл мәйітті ағаш атқа салып мазарға апара жатқан 4 адам. Мәйітті көрсе адамның Құдайы есіне түседі. Әр адамда 20 тырнақтан болса 5-еуінде 100 тырнақ. Көңілдерін күз басса, жақын туысын жоғалтқаны болар. Бір мақұлық көрдім. Басы барда, шашы жоқ. Көзі барда, қасы жоқ. Жүретін аяғы жоқ. Сүйенген таяғы жоқ. Не қолы жоқ, жүретін жолы жоқ. Қанаты бар, құс емес. Жылтырақ, бірақ мыс емес. Бізі барда, жібі жоқ. Тәні барда, түгі жоқ. Аузы барда, үні жоқ. Сусы жерде шөлдейді. Қолға ұстасаң, кетем деп көнбейді. Бұл не ет? Жұмбағың жүректерге барып қонар. Ғалымның діліне нұр, жарық толар. Намұрыттың оғы тиіп адал болған судағы бұл жәндігің балық болар. Бір мақұлық көрдім. Құралай көзді, сұм жүзді. Киікше секірет, зор дауыспен кекірет. Жолбарыс тоңды, бура санды. Аңараңдап аузын ашат, соңраңдап жерді басат. Маса көрсе тілін тосат. Бұл не? Кезігер өзен-көл мен қырда тағы кежіге маза бермей тұңғатады. Бақылдап бар даусымен аттан салар. Білмес кім шұбар тонды, құрбақаны. Мақұлық көрдім. 4 аяқты, 1000 таяқты. Бойы аласа, түрі бір қызық тамаша. Қояндай құлағы бар, қойдай құйрығы бар. Мысық аяқты, түлкі тұмсықты. Ешбір аңға қосылмас, жортады өзі оңаша. Аз жортат, жол жүруге шорқақ. Бұл қандай мақұл хат? Түйрелген инедей ғой түрпілері. Көрген жан үрейленіп іркіледі. Ырзығын жер бауырлап теріп жүрмен көбейер ен дала кірпілері. Бір жыртқыш бар, орманнан шығар, сырты шұбар. Ізі бар, адымы жоқ. Көзі бар, кірпігі жоқ. Үстіне біткен жыны жоқ, сипаласаң міні жоқ. Адам көрер түрі жоқ. Қолы жоқ, не аяғы жоқ. Сүйенген не бір таяғы жоқ. Ол не екен? Шиырғып жүрсе жолда бұраңдаған, көзімен құс біткенді шынарбаған. Тілінде толған зәхар шаққаны өлер, жыртқышқа балайды екен жыланда да. 2 аяқ, 8 бармақ. Іліксе дүниенің бәрін алмақ. Өзінің тілі барда, тістері жоқ. Жұтады көрінгенді алмап-жалмап. Ол не болды сонда? Қашады одан түлкі құлан дүркіп, олжасын шеңгелімен тұрар жұлқып.
құспегі баптап салып қансонарда қасқырды қырдан алған қыран бүркіт. 62 миуасы бар алып шынар. 4 бұтағы жалғасып көктеп тұрар. Әр қайсында бар екен 5 жапырақ, жапырақтың ұшында жезді қалпақ. 2 әйнек бар, шыныда темір демес. Сынып кетсе қалпына қайта келмес. Төбесінде 5 ұя қараңдайды, бірақ оған ешбір құс жоламайды. 62 мүшелі адам болар, қол аяқсыз күндері қараң болар. 5 жапырақ, 5 башпай, 5 саусағың, жезді қалпақ тырнағы ол адамның. 2 әйнегі кісінің қос жанары, нұр кетсе жамайтын жоқ амалы. 2 құлақ қостанау ол самалы, жалғыз ауыз тарайтын нәр тамағы. 1 әліпті мұнарадай көзім көрді. 2 мим, 2 сөкін оған ерді. Болғанда ияден қамал, нұрдан гаухар. Арапша хат танитын жазбай білді. Әліп адамның тұрқына келеді. 2 мим, 2 көзімен көреді. Сөкін ол аққан жастың тамшылары. 2 я болады қос құлағы. Нұр болса гаухар сипат сөз шығады. 1 бұлақ көрдім. Құстан ұшқыр, оқтан жылдам. 500 жылқы суатынан ішіп тұрған. Таудың биік шыңынан бастау алар, сәулесі жер жаһанға түсіп тұрған. Ол қандай бұлақ? Бұлағыңыз адамның көзі болар, жер жаһанды барлайтын тезі болар. Келе жатып, 1 таудан аңқайған ұра таптым. Ұраның ішінен гаухардан қора таптым. Қораның ішінен ақылды дана таптым. Ол дананың артынан білімді бала таптым. Баланың отырған жері түпсіз терең ор екен. Түбінде құрдым тор екен, ұзақ та ұзақ жол екен. Түсіп кетсең байқаусыз, шығу да зор екен. Ол не болды екен? Ой жүгітіп барласам ауыз екен ұра дегенің. Ауызбен өтер ішкен жегенің. Гаухар қорада тістер тізілген, тіл болар дана біз білген. Баласы бұл көмекей шығып тұрған түбектей. Ор дегенің жұтқыншақ, әр жағы түпсіз түнектей. Қызылдан киген киім, басқа қалпақ. Саусағы 4 болған, емес жалпақ. Үстіне неше түрлі тон жамылып, жүреді мас адамша талтақ. Өзінің шашы да жоқ, тарағы бар. Егіні жоқ, арқалаған орағы бар. Ол не мақұлық? Білмейтін мақұлықты жан аз болар. Ғалымға надан кісі араз болар. Сипатын мың құбылтып сөйлесеңде, шықпайтын үй жанынан қораз болар. 1 қыз көрдім. Үлпілдеген жыны жұмсақ. Тұяғын ұстап көрсем, алмас пышақ. Тұмсығы имек, көрмейді күндіз көзі. Шарықтап көкті кезіп, түнде ұшат. Ол не мақұлық? Топанда алып жүрген нұх кемесін, қаптаған қасиетті түк денесін. Үкінің көзінен де өзінен де тәңірім дарытқан мол құт көресің. Сейсенбі күні сейіл құрма деген ырым неден қалған? Тәңірі тағала сейсенбі күні қайғы қасіретті ауру сырқауды жаратқан десе. Қиссасүл әмбия аңыздарында бейсенбі күні Қабыл әбілді қызғаныштан ұрып өлтіріпті. Ең алғашқы адам қаны сол күні төгіліпті. Намрұт патша Абрайым пайғамбарды сол күні отқа жағады. Пайғамбарға қастық ойлайды. Жүніс пайғамбарды кемеден суға лақтырады. Оны Алланың әмірімен үлкен балық жұтып, соның қарнында 40 күн жатады. Жақия пайғамбар осы күні зұлымдықпен өлтірілген екен. Закария пайғамбарды дұшпандар арамен кескілеп өлтіреді. Ол жаны шыққанша ара зікірін айтып, иманын сатпапты. Ара зікір осыдан қалыпты. Сүлеймен пайғамбар сейсенбіде жүзігін ұрлатып, сайтанға дес беріпті. Қалаберді тағынан айырылып, қайыршыға айналыпты. Залымдар осы күні салық пайғамбардың түйесіне қастық жасайды. Топан су сейсенбі күні басталыпты. Пайғамбарлардың басындағы ауыр жағдайлар сейсенбі күні болғандықтан, момындар сейсенбі күні барынша сақтанады екен. Пайғамбарлар мен әулиелердің денесі шірімеуші еді.
Жүсіп пайғамбардың денесі неге шіріп кетті? Заманында Жүсіп пайғамбар Мысырдың патшасы болды. Бір күні ұлын көру үшін әкесі Мысырға келе жатты. Жүсіп оны қарсы алу үшін алдарынан шығады. Ол аттан түсейін деп жатқанда бір уәзірі: «Тақсыр, келе жатқан әкең болса да аттан түспей амандас. Мысыр патшалығының айбынды абыройын сақтау керек. Олар саған кіріптар болып келе жатыр», деді. Жүсіп: «Тәңірі тағала әкесіне құрмет көрсетпегендерді сүймейді», деді. «Алла сенің ниетіңді жүрегіңнен көріп тұр. Кешірімді кең Құдай сендей пайғамбардың кішкене күнәсін кешпегенде кімнің күнәсін кешеді дейсің?» деді уәзірі. Жүсіп осы сөзге иланып қалды. Әкесіне аттан түспей сәлем берді. Бұл Алла сүймейтін әдепсіз қылық еді. Осы әдепсіздігі үшін Жаббар Хақ Жүсіпті жазалады. Әдетте Алланың әмірімен пайғамбардың денесі көмілсе де топырақта шірімей саламат сақталатын. Жүсіптің мәйітіне ондай бақыт бұйырмады. Тәні топыраққа сіңіп жоғалды. Қала берді, Жүсіптің ұрпағынан пайғамбар шықпады. Қаза жетсе көз байланар дегенді қалай түсінесің? Ертеде бір бәбісек аңшының торына түседі. Аңшы оны Сүлеймен патшаға сыйға тартады. Сүлеймен пайғамбар аңқұс біткеннің тілін білетін еді. Бәбісек: «Уа патша ағзам, жер бетінде мен көрмес, мен білмес жердің суы болмайды. Жердің асты үстіндегі бұлақ пен өзеннің бәрін көре аламын. Сапарға шықсаң мені серік ет, көмекшің болайын», деді. Мұны естіген қарғаның қызғанышы түртіп: «Уа патшам, бәбісектің сөзіне сенбе, ол өтірік айтады. Егер оның мұндай өнері болса, аяғының астындағы тұзақты қалай көрмеді? Қалайша қақпанға тұтылады?» деді. Сол кезде бәбісек: «Мен жалған айтпадым. Алладан әмір келіп қаза жетсе, көзің күн тұтылғандай байланады. Аяғыңның астындағы тұзақты да көрмейсің», депті. Ертемен ерте тұрдым. Даладан 3 бала көрдім. Біреуі қамқа тоңға малынған, зерлі шапан жамылған. Екіншісінің тәнін жабарғана лыпасы бар. Қолында жемісті ағаштың бұтасы бар. Үшіншісі тұттай жалаңаш, бірақ оны масқараға баламас. Ағыл тегіл көтерген ақшасы көп. Оны салайын десе қалтасы жоқ. Ақшасын тықсам деп талпынады, жасырар жер табылмай шар құрады. Бұлар ненің нышанасы? Қандай сырдың ишарасы? Оның біріншісі байлығын тек өзіне жұмсайды. Дүниені қара басымен отбасы үшін ғана жиып құрсайды. Ешкімге жәрдемі тимейді. Кедей пақыр момын міскінді сүймейді. Екіншісінің жеп ішерлік қана дәулеті бар. Бірақ жұрттың қамын ойлайтындай ақыл қауметі бар. Жемісті ағаштай елінің қамын ойлайды. Машақат тартса да адам атын жоймайды. Үшіншісі күндіз түні көзілмей байлық жинайды. Бірақ қарынбайдай малын не өзіне қимайды, не халқына қимайды. Пенде дүниеге жалаңаш келеді, жалаңаш кетеді. Адам ғапыл, дүниені дер менікі деп жүргенінің бәрі оныкі. Сараңның ашкөз ниеті мен пиғылы өлгенше тыйылмайды. Тыраштанып қанша мүлік жиғанмен тіршіліктен бір сабақ жіпте бұйырмайды. Шаранамен туған кісі бөз оранып өтеді. Бір сағымды қуғанмен ұстай алмай кетеді. Жапан тізбен сапар шектім. Айнадай жалтыраған 3 шалқар көлге жеттім. Жақындап көз салсам, бірне көктен тамшылар саулап тамады. Қараған сайын көңілімді елжіретіп, баурап барады. Екінші көл төпсіз терең тұңғиық екен. Көлемі жер жаһан, дүниеден де шын биік екен. Үшіншісі жалтырап жанарды суырғанымен суы жоқ. Аққу қазы қиқылап жатқанымен жайқала өскен нуы жоқ. Сағымдай сусып көзді арбайды. Сонау алыстан асығып аптығып келгендерді алдайды. Бірақ көппен бірге осы көлге қармақ салдым. Қанжыға майланып 3 балық алдым. Сені білгір ер дейді. Бұлар нені меңзейді? Бірінші көл пенденің анасының қарнында, су ішінде жатқан кезі. Көктен жауған тамшылар атаның сұлыбынан, ананың құлыбынан шыққан адамның өзі. Атаның шахуатының мәні көптір. Ананың құрсағында қаны боп тұр. Жаратқан сол тамшыны бар етіпті. Жыбырлап жетілетін хәл етіпті. 3 айда қанды судан тән етіпті. Сол көлді 9 ай 10 күн тұтыпты да,
ата-анаға көз нұры бал етіпті. Сол айдыннан шыққасын, ананың мейірімін ұққасын, көңілің балқыды. Сәби шағың еске түсіп, шаттығың шалқыды. Екінші көл адамның өлген күні, кетер мекені. Қабірге түскен жан әрі қарай не етеді? Тереңкөлдің тұңғиығында бір сыр жатты. Алла досы, әулие әмбие ғана шешер осы жұмбақты. Жүректің қазығы, ақыреттің азығы кәлимадыр. Тәндеген бақтағы иманның қақпағы әрибадыр. Кәлима сол, лә илаха иллалла, иллаллада пайда бар, білмеген жанға нәйла бар. Барар жерің қараңғы, шамшырағыңды сайлап ал. Үшінші көл пәни дүниенің ишарасы. Жарқырап жатқаны өткінші екенінің нышанасы. Суы жоқ көл дегенің дүние сусыған сағымнан аумады. Сәулесімен арбап талай адамды аулай. Алыстан қарасаң, аққу қазы қиқулап, толқып жатқан көлді көресің. Бірақ осы жалған сағымға жету үшін өзіңді құрбанға бересің. Суы жоқ көлден 3 балық ұстапсың. Бірақ оның да хикметін ұқпапсың. Бірі тіршілік, бірі денсаулық, бірі байлық. Өлім барда тіршіліктің, кесел барда денсаулықтың, бәле барда байлықтың сәні кірмейді. Бұл үшеуі де өлі балық сияқты. Орнына жұмсамасаң, үсті басың сасып кірлейді. Бар ізгі тірліктің мәнін өлмейтін өмірден іздейді. Жаратқанның дидарымен қауышсам деп, үмітін үзбейді. Сол көлдің жағасына 3 үй тігіліпті. Жолаушылар мұнда не бар екен деп ішіне үңіліпті. Екеуінің керегесі де жоқ, дөдегесі де жоқ. Құр тегеріш белдеу мен басары жоқ, бақаны мен түндігін түріп ашары жоқ. Туырлық, басқыр үзігі жоқ. Оюлы киізі мен әшекейі болмағасын, көркі мен қызығы жоқ. Қаңқасы бар қаңқиған, жағалауда жалпиған. Толдыры жоқ жалаңаш. Тұруды ешкім қаламас. Үшіншісінің тек қана шиі жоқ. Шиі болмағасын, жұпыны, жадау, күйі жоқ. Ішіндегі адамға жан жақтан келген сыйы көп. Бірақ сыртына ши тұтып, дауылдан қорғайтын қамқор бейі жоқ. Сөзбен желді есерсің, жұмбағымды бәлкім шешерсің. 3 үй көрсең, пәни дүниені бір барлапсың. Шешімін таппай ақылыңмен талай жерді шарлапсың. Алдыңғы көрген 2 үйің заманның сызын меңзейді. Уақыттың сүрегі ешкімнің де талабына көнбейді. Бір үйі өткен шақтың бедерін ысπаттайды. Алыста қалған дәуренің енді қайтып ұстатпайды. Өткен істі қалпына келтіруге тіспатпайды. Болары болып бояу сіңіп қазыққа байланады. Дәуірлерге ұласып тауарихқа айналады. Тағы бір үйі келешекті тұспалдайды. Ойы ақылда келешекті болжайтын күш болмайды. Алланың ісін пайғамбар болжап білмейді. Бұл ғаламның жүзінде келешектің сырын білетін жан өмір сүрмейді. Ізгілігің мен игілігің басқа оралар, бақытыңның елшісі болар. Осылар ғана келер шақтың табысты еншісі болар. 3-ші үйің қазіргі сүріп отырған өмірің. Жасауы мен жабдығы түрлі арман мен қиялға толы көңілің. Шиі жоқ балатығыны, ажалдың келіп, адамның жанын алатығыны. Үйді ши қоршаса, пенде мәңгі өлмесе, жан тапсырудың азапты мехнатын көрмесе, адамның басындағы дәуренін өшіретін, оны дүниеден ақыретке көшіретін жел, өлім. Қара күн ғой, сын сағатта бұл пәниден сапар қылсаң, болмас тіпті шаңырағыңнан бір тамшы су татар мұршаң. Ажал сенің қарамайды жердегі әмір құдіретіңе. Үкіміңмен бар ғаламды астан кестен қақар қылсаң. 3 үйге менде назар бердім. Қарап ем, 3 қазан көрдім. Майлы күйе басып, әбден қарайып кетіпті. 3 аяқты мосыға бекіпті. Бірақ екеуі жарық екен, сынғаны анық екен. 3-шісінің түбі жоқ. Мұны ескерер бірі жоқ. Ақыл асқандан асың, шешімін қалай табасың? Сен көріпсің 3 қазан тұтқан мосы 3 таған. Үшеуінде әбден майлы күйе басыпты. Өйткені ақылым заманнан бері оттан түспей, деміл-деміл тасыпты. Бұлар адамның пейілі мен ниетін көрсетті. Олар кісінің жомарттығы мен дархандығын қазанмен өлшетті. 2 қазан уақыт өте келе жарылып сынған.
себебі пенденің бейіліне сараңдық пен қараулық тұнған. Адам күндіз-түні тырмысып дүние мен байлық жинайды, бірақ оны туысқанына да, бауырына да беруге көзі қимайды. Кедей-кепшік жоқ-жітікке садақа, зекетін беруді қаламайды. Құдай берген дәулеттен басқаға азғана үлесін тарту етуге де жарамайды. Сөйтіп, зекетсіздің малын сүндетсіз жейді. Ізгілер мұндайлар Құдай алдында сый-құрметсіз дейді. Ол байлығын баласына да қалдырғысы келмейді. Ішінен шыққан перзентіне де сенбейді. Жарық қазаннан төгілген астай бүкіл мал мүлкі суалады. Ақырында өзі де жапандағы бәйтеректей қуарады. Үшінші түбі жоқ қазан қатынын астарлайды. Қатын көрсе қызар һәм қарау болса, дүние түгіл жейтінде ас қалмайды. Көңілі тапқанға байының тапқанын шашады. Жұтқан сайын тойынбай, айдақардай аранын ашады. Қазанға жолама, күйесі жұғат. Жаман қатынға жолама, бәлесі жұғат деген осы болады. Қазанның жанынан 3 пышақ таптым. Шеуінде беліме тақтым. Екеуі сынық, біреуінің сабы жоқ. Жүзінде қан мен жынның табы жоқ. Суы жоқ көлден өлі балық алдым. Ши жоқ үйге кіріп бардым. Түбі жоқ қазанға асып қойдым. Сабы жоқ пышақпен кертіп жеп, әбден тойдым. Қарным қабақтай, бұтым таяқтай болды. Бетім табақтай, аузым аяқтай болды. Ас біткесін отырған үйдің жапсарынан шығып кеттім. Есіктен емес, керегенің көзінен өттім. Көзді ашып жұмғанша тезінен өттім. Өзіңді тынбай сынадым. Мұның да жауабын сұрадым. Пышақ дегенің қарудыр, қайраты шарыққа жанудыр. Қару адамның қуаты, күш алатын суаты. 3 пышақ тапқаның 3 қаруды сақтадың. Бірі ашу, бірі шахуат, бірі ақыл. Ашуыңа ерік бермей тұра тұр. Шахуатын тежеп ұстар шын батыр. Бұл екеуі сынған пышақ сықылды. Тізгін берсең тыйым көрмей құтырды. Бірақ пайдасы жоқ, азабы көп. Берекесі жоқ, мазағы көп. 3-ші пышақтың сабы жоқ болатыны, ғылымсыз ақылдың тәңірден жырақ қалатыны. Балықтың түбі жоқ қазанға асқаның, бір қарау қатынмен бас қосқаның. Сабы жоқ пышақпен кертіп жеп алғаның, ақылыңмен мал тауып қатының үшін қамдадың. Қарның қабақтай, бетің табақтай болса, нәпсің семірген екен. Лебізің 3 қанат үйге сыймай, жер көкке төгілген екен. Аузың аяқтай, бұтың таяқтай болса, рухың арықтап шаршаған. Өсек сөзден қиналып хақ кәләмін аңсаған. Шиі жоқ үйдің жапсарынан шықсаң, ғапыл кезіңде ажал жаныңдалар. Артыңда қисапсыз дүниең мен малың қалар. Керегенің көзінен өтсең, осылай жүрсең, жан тапсырарда қиналарсың. Өлімнің хақтығына сонда ғана иланарсың. Әуелде біреу жалғыз, екеу егіз. Көзде жоқ, көңілде бар нәрсе сегіз. Аспанды тіреп тұрған 4 ұстынның, сырты арық, біреуінің іші семіз. Жауабын бұл сұрақтың қалай дерміз? Адамбыз, арға зармыз, жанға зармыз. Беретін осыларды Алла жалғыз. Ерікті ерттеп берді жігерменен, кәсіпті ал өзіміз таңдағанбыз. Жауабын берсем тағы сауал әзір. Екегіз адам ата Хауанадыр. Екеуі болмаса егер пенде дүреп, бәденге рух тамшысы жауама бір. Көңілде бар дегенің 8 жұмақ, ағады ішінде бал теңіз бұлақ. Пейіштің кереметі мол болғанмен, Алланың дидары ғой әсілі бақ. 4 ұстын тіреп тұрған 4 кітабың, аяттар сырға толы шертті тәлім. Семізі кәләм шәріп Құран кәрім, әмірін берік ұстап, серт тұтамын. Әуелде жаратылған 2 патша, тұрады бірі қуып, бірі қашса. Алдында 360 нөкері бар, болды 1800 тұқым шашса. Қос патшаң күн мен түн шын байқадым. Нөкер деп 360 жылда айтамын. Жылына 1800 намаз оқып, жасаймын ақыреттің тынбай қамын. Бір мақұлық көрдім. Өзі ат басты, арқар мүйізді, бөрі кеуделі, бөкен санды, құс қанатты, құмырсқа ізді, бота тірсекті екен. Бұл не болды? Бұл қалай жұмбағыңды төгілткенің,
нәпсіңді құрмақтанға семіртпеген. Әйтпесе жазда жайпап қыста өлетін, құшасың кебін сен де шегірткені. Өзі шидім қыз көрдім. Қараның да, ханның да, баланың да, барша жанның да басына қымсынбай қона береді. Қонған сайын адамнан маза кетеді. Ол не құс? Сауалдан саналуан сүрінбедім. Мұныңды айтайын мен шұғыл жөнін. Ханға да қараға да бірдей қонар, жәндігін қара жарғақ шыбын дедім. Бір мақұлық көрдім. Өзі қоян жақты, тақыр жонды, 4 тұяқты, 4 аяқты. Өзі жүйрік, жуан құйрық. Ол не мақұлық? Көбейсе малың көздің құрты болар, көбінің жоны жазық тұрқы болар. Майданда ер жігіттің шын қанаты, жүйрігің сен мақтаған жылқы болар. Кеше бір мақұлық көрдім. Басында таяғы бар, 4 аяғы бар. Санасам 8 тұяғы бар. Ұсқынсыз сияғы бар. Жағымсыз үні бар. Ұзын қылшық жүні бар. Ол не болды? Бағалмай мұны өрісте ескетеді, бастарын қосалмайсың кешкетегі. Секеңдеп секіретін тастан тасқа белгілі бұл түліктің ешкі екені.